Ұлт руханияты ұлы тұлғаларымен өлшенеді, ал сол тұлғалардың өмірі мен еңбегі кейінгі ұрпаққа мәңгілік өнеге. Осындай тұлғалар қазақ әдебиетінің көрнекті өкілдері Ұлытаудың қос ұлы Баубек Бұлқышев пен Мұқан Иманжанов. Екеуінің есімі ес білген есті қазақтың қашаннан ақ жүрегінен орын алғаны белгілі. Туған жерінің қасиеті де шығар. Қалай десек те, қазақ деген елдің туын көкке көтеріп, абыройын асыруға Мұқанның жалын жүрегін жырға толтырып, отпен оққа қарсы атқан Баубектің өнегелі өмірі қашанда, қай кезде де кейінгі толқынға үлгі өнеге тәлімді тәрбие мектебі. Ұлытаудың ұлғандары, қазақ журналистикасының қырандары Баубек пен Мұқан бір жылдың түлектері. Екеуі де 1916 жылы туған. Түйедей құрдас, айнымас достар. Баубек Бұлқышев 1916 жылы Ұлытаудың бауырында дүниеге келген. Алғашқыда ауыл мектебінен оқып, сауатын ашты. Баубек жастайынан алғыр өжет болып өсті. Қалада оқып, білім алуға ұмтылады. Ағасының көмегімен 1932 жылы Қарсақбай заводындағы фабрика завод училищесіне келіп оқуға түсіп, 1934 жылы аяқтап шығады. 1935 жылы тамыздың орта кезінде Баубек оқу іздеп Алматыға келеді. Өзімен бірге келген ересек жолдастары оған есеп экономика техникумына түсуіне кеңес береді. Осы кеңес бойынша техникумның даярлық курсына түседі. Ол алғашқы жылы сабақты жақсы оқиды. Сонымен қатар көркем әдебиетті, әсіресе орыс тіліндегі әдебиетті оқумен айрықша шұғылданады. Өлең жазуды да шындап қолға алады. Түні бойы кітапқа үңіліп, көрер танды көзімен атқызып жүрген күндері де аз болмайтын. Отан соғысының тарихындағы ең сұрапыл және шешуші 1942 жылда Баубектің үні осылай шықты. Комсомольская правда мен республикалық социалистік Қазақстан газеті беттерінде оның еңбектері үзбей басылып тұрды. Ол екі тілде, орыс, қазақ тілінде жазды. Мен өмір сүргім келеді. Заман біздікі. Шығыс ұлына хат, ескі карта туралы ойлар сияқты еңбектерін газет бетінен оқушы жұртшылық құмарта оқыды. Баубектің жазғандарын совет жастарының сүйіп оқығанын оның өз хаттарынан ақ айқын көруге болады. Өмір мен өлім туралы әңгімесінің газетте жариялануына байланысты бір хатында былай деп жазады. Комсомольская правда арқылы патриоттардан статья жөнінде көп хат алдым. Әсіресе Украин мен Беларусьтың қыздары көп жазады. Мен бұл кішкентай статьямен жастардың жүрегіне қобыз ойнатсам керек. Қасиетті де киелі мекен Ұлытау топырағында дүниеге келіп, есімі бүкіл қазаққа танымал болған жауынгер жерлесіміз, жалынды публицист Баубек Бұлқышев ақтық минутына дейін еліне мүлтіксіз қызметпен, қатардағы жауынгерден аға лейтенантқа дейін өскен жазушы Баубек Бұлқышевтың қысқаша өмір жолы осындай. Баубек 28 жасында Ұлы Отан соғысында опат болды. Қысқа ғана ғұмыр кешкен Баубек аққан жұлдыздай зымырап, қазақ аспанынан жарқ етіп өте шықты. Мұқан Иманжанов 1916 жылы Ұлытаудың етегінде дүниеге келген. Мұқан аз сөйлеп, көп ойлап, көп оқитын адам. 1935 жылы Алматыға барып, Қаражат техникумын бітіріп келген. Жазушының еңбектерінде жастардың өмірі, адал еңбек, достық, адамгершілік қасиеттер кеңінен суреттеледі. Алғашқы айлар, бөбек, достық, таныс қыз, адам туралы аңыз, менің махаббатым сияқты шығармалары оқырманға тәрбиелік мәнінен қымбат. Өзінің шығармашылық өнегесімен ғана емес, адамдық мінез қылығымен, жылы сөйлесіп та тез баурайтын сыпайылығымен, сөйте адамды өз маңына үйіре білетін, өнер адамымен оның талантына ұқыпты қарай алатын үлкен жүрегімен
өмірінен өшпес орын алатын адамдар тым жиі кездесе бермейді. Мұқан Иманжанов осындай сирек тұлғалардың бірі еді. Тамаша жазушы алаш азаматы ұзақ аурудан кейін 42 жасында қайтыс болды. Ұлытау жұрты мәңгілік ұмытпау үшін перзентіне ескерткіш қойды. Ол өзінің досы Баубекпен бірге тұр. Баубек пен Мұқанды біріктірген туған жер ғана емес, ортақ арман мен шынайы достық. Олар қазақ журналистикасы мен әдебиетінің қос бәйтерегі. Олардың өмірі мен шығармашылығы кейінгі ұрпақ үшін мәңгілік өнеге.